Сәлеметсіздер ме, балалар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы Әлібек, жылы кейін, ауырып қаласын. Әлібек, оденься тепло, заболеешь. Балалар, бүгінгі сабақта киім атауларын ауызша және жазбаша айтып үйренеміз, мәтінді түсініп оқимыз, сұрақтарға жауап беруге үйренеміз. Ал енді балалар, бүгінгі сабақтың жаңа сөздермен танысайық. Мойын орағыш, шарф. Байла, завяжи. Байламаймын, не завяжу. Ауырып қаласың, заболеешь. Қайталаймыз. Мойын орағыш, байла, байламаймын, ауырып қаласың. Жақсы балалар, жаңа сөздерді сөздік дәптерге жазып алыңдар. Запишите новые слова в словарь и выучите их. Есте сақтайық. Грамматика. Балалар, тәуелдік жалғауды қайталайық. Повторяем притяжательное окончание. Менің мойын орағышым. Мой шарф. Сенің мойын орағышың. Твой шарф. Сіздің мойын орағышыңыз. Ваш шарф. Оның мойын орағышы. Его или ее шарф. Ребята, если вы обратили внимание, слово мойын орағыш у нас твердое слово. Значит, мы добавляем твердое окончание. Жақсы балалар, ал енді жіктік жалғауды қайталайық, а теперь повторим личное окончание. Мен мойын орағыш байлаймын. Сен мойын орағыш байлайсың. Сіз мойын орағыш байлайсыз. Ол мойын орағыш байлайды. Ал енді балалар, мына сұраққа жауап беріп көрейік. Давайте попробуем ответить на вопрос. Сен мойын орағыш байлайсың ба? Вопрос стоит во втором лице. Мы отвечаем от себя в первом лице. Мен мойын орағыш байлаймын. Или можно дать отрицательный ответ. Мен мойын орағыш байламаймын. Я не завяжу шарф. Жақсы балалар. А теперь давайте попробуем заставить Алибека надеть шарф. Как мы это сделаем? Для этого, ребята, достаточно в неопределенной форме глагола убрать суффикс «о». Байлау – завязывать. Отбрасываем «о», берем только корень глагола. Алибек, мойын орағыш, байла. Алибек, завяжи шарф. Жақсы балалар, есте сақтаңдар. Запомните это. Келесі тапсырма. Тыңда, қайтала, оқы. Асет, күн суық, бас киім ки. Мойын орағыш байла. Ауырып қаласың. Жарайды, анашым, бас киім киемін, мойын орағыш байлаймын. Я надеюсь, ребята, вы поняли, о чем здесь идет речь. Келесі тапсырма. Тыңдалым. Балалар, диалогты тыңдаймыз, оқимыз. Ребята, внимательно слушаем диалог, читаем и пробуем перевести некоторые предложения сами. Анель, сен далаға шығасың ба? Анель, ты выйдешь на улицу? Ия, шығамын. Сен шығасың ба? Ия, мен де шығамын. Күн суық. Сен не киесің? Что ты оденешь? Мен бас кием, күртеше,
шалбар, бәтеңке киемін. Сен не киесің? Мен бас кием, пәлте, шалбар, етік киемін. Анель, мойынұрағыш байлайсың ба? Иә, мойынұрағыш байлаймын. Балалар, видеоны тоқтатып, мәтінді бір мәрте оқыңыздар, аударып көріңіздер. Ребята, можете приостановить видео, еще раз прочитать внимательно, перевести. Жақсы балалар, ал енді сұрақтарға жауап беріп көрейік. Анна не киеді? Что одевает Анна? Анна бас киім, пәлте, шалбар, етік киеді. Келесі сұрақ. Анель не киеді? Кім мойынұрағыш байлайды? Кім? Кто завяжет шарф? Дальше отвечаем, ребята, сами. Это задание отправляйте голосовым сообщением учителю. Жақсы балалар, келесі тапсырма сөйлемдерді суреттермен сәйкестендір. Ребята, вам нужно найти соответствующие картины предложения. Балалар, ойланып көрейік. Давайте подумаем, какая же картина соответствует каждому предложению. Ал енді тексереміз. Саша, бәтеңке ки. Одень ботинки. Анель, мойынұрағыш ора. Анель, тон ки. Алибек, күртеше ки. Алибек, мойынұрағыш байла. Анна, джемпер ки. Ки, надень. Ора, завяжи. Байла, завяжи. Жақсы балалар, жазылым. Балалар, дәптерлеріңді ашыңдар, бүгінгі күнді жазыңдар. Сабақтың тақырыбы Алибек, жылы кейін ауырып қаласың. Үшінші тапсырма 25-ші бет. Суреттердің орнына қажетті сөздерді қойып, толықтырып жаз. Ребята, вам нужно вместо картин вставить слова и написать в тетради. Жақсы балалар, сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.